Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая Бақытбекқызының YouTube каналы. Бүгінгі видеода 1 жастан бастап 2 жасқа дейінгі балаларға ұсақ моторикасын, ірі моторикасын дәлдігін дамытуға арналған 3 түрлі ойынмен бөлісетін боламын. Каналдан алыстамаңыздар. Алғашқы ойынымыз видеода көрсетіліп тұрғандай баланың бойынан биігірек жерге памперстарды скотчтап жабыстырып қоямыз. Бала оны талпынып ыдысқа салу керек. Бұл арқылы бала дәлдікке, ірі моторикасын дамиды және де жинақылыққа да үйренетін болады. Келесі ойынымыз үшін бізге жұмыртқаның қабығы қажет болады. Оны кез келген шұңғылдау ыдысқа дізіп шығамыз да пищевой пленкамен не болмаса үлкенірек салфанмен ораймыз. Және де қолына балғаны ұстатып, балаға сол жұмыртқаның қабығын жардырамыз. Құрметті аналар, егер де біздің ұсынған ойындарымыз сіздерге ұнап жатқан болса, сіздерден лайк, комментарий және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Әрине, алдағы уақытта 3 жастағы, 5 жастағы балаларға арналған ойын түрлерімен біртіндеп бөлісетін боламын, иншалла. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ойынға оралатын болсақ, бұл ойында антистресстік ойын десек те болады. Яғни балаңыз садиктен келген кезде де осы ойынды ойнасаңыздар болады. Баланың іштегі жинап қалған негативтік ойындары да осы ойын арқылы шығады. Және де әрбір балғамен ұрған сайын тик-так деген секілді, тақ-тұқ деген сияқты дыбыстарды айта отырыңыз. Сол арқылы балада сондай ұғым қалыптасады. Келесі 3-ші ойын түрі кез келген жануарды, қоян болсын, сиыр болсын, жылқы болсын, балаңызға қандай жаңа ұғым енгізгіңіз келіпті, сол бір жануарды қағаздан шығарып алып, дене бөліктерін жарақаттаймыз. Яғни фломастермен сызып тастасаңыз болады. Және де сол бөліктерді балаңыз жәнегі лейкопластырмен жабыстырса болады. Сол лейкопластырды қайтадан алғызсаңыз да болады. Сол арқылы баланың ұсақ моторикасы дамитын болады. Не болмаса лейкопластыр болмаса, жай ғана пластилинмен жұмыс ретінде пластилинмен сол жарақаттанған жерлерін жабыстырасыздар. Осы арқылы балаға денені мүшелерін таныстыруға болады, жануармен таныстыруға болады және де қамқорлыққа үйретуге болады. Құрметті аналар, мінекей біздің ұсынған ойындарымыз осындай. Сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.